Ол Советтің өзінде болды ғой. Ол енді өтті кетті. Тәуелсіздігімізді алдық мінекей. Енді қалған ақырындап, жайлап келе береді ғой. Қазір қолында билігі барлар ойларына келген істеп жатқан жоқ па? Қағаз менің қолымда, мөр менің қолымда. Қалай айналдырып, қалай ысқыртам, өзім білемін. Бұл фильм былтыр біз бірінші әлемдік халықаралық фестиваль тұсауын әлемдік премьерасын Пусан фестиваліне жасағаннан кейін сол жерде француз продюсерлері, француз фестивальдерінің ұйымдастырушылары болды. Сол арқылы біз Юзум фестиваліне шақыртып алғанбыз былтыр ақпан айының басында. Сол жерден біз 3 бірдей бәйге алдық. Содан кейін ол жерде де көп француз көрермендері, сонымен қатар кәсіби мамандар болды. Францияның спорттық көрермендері. Соның ықпалы болды, және де біздің халықаралық продюсеріміз бар, негізгі продюсерлерден бөлек. Өзіміздің бәленше жылдан бері тұрған өзіміздің жұртымыз ғой. Ағаң Бұлғарадан өзі айырылмайды. Алдымен қойыңды өткіздің деп қол қой, аттарың сосын. Мә. Не болса тарап жатыр. Олардан жақсылық күтпе деп, неге соларға сене бересің, а? Бір тырнақтар іштерінде олардың. Аудандағыларға жақсы көрінеді, бетіңе өтірік күледі. Совет өкіметі құлап, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін көп өтпей, 1993 жылы одан бастап Қазақстанда жаппай приватизация басталды. Жекешеден бері өткен мемлекеттің әсіресе ауыл шаруашылығында еңбекті жекешеден бірді. Бірақ ол кездегі уран бойынша бәрін әділетті теңдей бөлеміз әкімнің өткен еңбегіне қойған ісіне қарау деген лозунгтар болды. Бірақ нәтижесінде әдеттегідей мемлекет сол кездегі билік өзі айтқандай, өзі уәде бергендей болған жоқ нәтиже. Үлкен әділетсіздіктер орын алды, үлкен коррупцияға жол берілді. Сол кезде кімнің қолында билігі бар, кімнің ықпалы бар, сол азаматтар айтқанда мемлекеттің мүлкін басып иемденіп қалды. Ал былайғы халыққа, әлеумет өте әділетсіздікті бастан кешірді. Әділетті ме дегенім ғой. Әділеттің қаласын бөл қашан, өзің құтылмасаң. Уақыт жалғасқаннан кейін, тарих жалғасқаннан кейін, бұндай оқиғалар әр кезде де әртүрлі формада өтіп жатар адамзат өмірінде. Сондықтан да біз өткенге қарап отырып, сондай көрінер, көрінбес, байқалмас тарихтың сондай бір сәттерін сабақ ала отырып, келесі мүмкіндіктерді халық жіберіп қоймаса екен, қашанда ояу, объективті түрде қарай алса екен деген ойлар қозғалған келді.